Әлемде ересектер де балалар да шалдығуы мүмкін көптеген аурулар бар. Соның бірі дислексия. Оқып жазғанда қиналатын, қателесіп, әріптердің орнын ауыстырып оқитын адамдардың диагнозы дислексия. Әдетте мұндайға душар болған балаларды көпшілік жалқау деп есептейді. Бірақ шын мәнінде олай емес. Бұл ерекше неврологиялық жағдай, бұл оқушының әріптерді, сандарды, белгілерді қабылдауына әсер етуі мүмкін. Дислексияны кімдерде болатыны мен оны қалай емдеу керектігі жөнінде біздің тілшіміз материал дайындаған, көрейік. Тамаша. Дислексия, мұны білмейтіндердің көбі қандай термин деуі мүмкін. Түсіндіріп көрейік. Бұл баланың оқу дағдыларының бұзылуы, яғни берілген мәтінді оқи алмауы, немесе оқыған күннің өзінде түсінбеуі. Мысалы, бүгінгі кейіпкеріміз Ернардың дыбыстарды жиі шатастыратынын байқаған ата-анасы Астана қаласындағы арнайы түзету мектеп-интернатына алып келген. Анасының сөзінше, аталған мектепте баланың оқуы жақсара бастаған. Біріншіде келгенде сөздерді кішкене әріптерді шатастырып, ажырата алмай, солай кішкене қиындық болатында. Қазіргі таңда бәрін анық айтады, барлығын жақсы айтады. 60-70 оқиды, тез оқиды өзі. Бала өзі тырысады. Яғни байқағанымыздай дислексия көбіне мектеп табалдырығын жаңа аттаған балаларда жиі кездесетін кемшілік. Оны кез келген мектепте түзету мүмкін емес. Арнайы логопед мамандар жұмыс істеп, балаға көп көңіл бөліну керек. Оның пайда болу себептері әртүрлі. Бұл қабілетті балаларда да кездесуі мүмкін. Пайда болу себептерінің көптеген болжамдары бар. Ол жаңа баланың бас миының жаңа органикалық зақымдалуы, баладағы босану, мамасының босану кезіндегі баладағы асфиксия, басының зақымдалуы, қоршаған ортадағы сөйлеу тілінің дұрыс болмауы, ата-ана тарапынан баланың сөйлеу тіл дамуына көңіл бөлмеуі. Дислексияның түрлері өте көп, олар әр балада әртүрлі болады. Мысалы, бірінде акустикалық артикуляциялық дислексия, яғни дыбысталуы ұқсас әріптерді ажырата алмау кездессе, енді бірінде фонематикалық қабылдау немесе дыбыстық талдау, есту дағдылары нашар болады. Келесі семантикалық дислексияның түрі бар. Ол кезде бала оқыған сөзін, сөйлемін, мәтінін ол түсінбейді. Не оқығанын. Содан кейін оптикалық дислексия бар. Ол кезде бала графикалық ұқсас әріптерді бір-бірінен ажыратуда алмастырады, шатастырады, бірін-бірінен орындарын ауыстырады. Ладно, читай свои танцующие буквы. Ты что, шутки со мной шутишь? Прочти все предложение громко и четко. Дислексияны жою кезінде баланың психологиясы, қабылдауы ескерілу керек. Егер сыныпта мына фильмдегідей бала оқи алмай немесе оқығанын жеткізе алмай жатса, оған қысым көрсетудің қажеті жоқ. Керісінше баламен тығыз қарым-қатынас орнатып, неден қиналатынын сұрау артық болмайды. Мамандардың сөзінше дислексияны жоюда ата-ананың маңызы өте зор. Балаға артығымен көңіл бөліп, логопедтің айтқанын екетпеген жөн. Сонда бірге үздік нәтижеге жетуге болады. Маржан Нүсіпбек, Айтуған Бағланов, арнайы Қайырлы таң үшін.